Так, бүгін 21 желтоқсан. Біз семьямызбен бірге қайда барамыз? Ақтөбеге. Бірінші Ақтөбеге барамыз. Так, сумкаларымызды дайындап қойдық. Так, сумканы дайындап қойдық. Рюкзак алдық. Мына жерге тамақ, сумка, жвачка, кілт. Басқа дым керек емес сияқты. Ештеңе ұмытпаған сияқтымыз. Ең бастысы ештеңе ұмытпау. Вокзалға или немесе Ақтөбеге барамыз. Ақтөбеден сосын самолетқа отырамыз. Ар жағынан Катарға ұшамыз. Так, тальгаға отырдық. Шұғылағы су шешешініп дайындалып жатыр. Мамасы дайындалып жатыр. Мынау біздің тальго. Астыңғы орын алдық. Тағы 2 адам келеді. Мынау мен. Қайырлы таң, қалайсыздар? Біз Ақтөбеге жетіп қалдық. Ұйқымыз қанды. Шұғыла төменде жатты. Ешкім келген жоқ. Мамасы төменде жатты. Мен үстінде жатты. Ұйқымыз қанды. Мысығымыз путешествияда жүр енді. А? Папам мен қасымда отырды. Иә. Ас болсын, банан жеп отырсың ба? Иә. Иә, Ақтөбеге келдік. Так, аэропортқа жеттік, Ақтөбенің аэропортқа. At the doors, are the doors? We wish you a pleasant flight. Так, нам обед принесли. Плов с курицей. Пюре с котлетой куриной. Детям дали соки. Как всегда, бисквитики, ложки. Я думаю, они съедобные. А кажется, они не съедобные. Дохаға жеттік. 23 градус. Жылылық дейді. Доха аэропортына келдік. Қазір багаж аламыз. Кофе ішеміз. Ойнаймыз. Жүріңдер. Жүрейік. Так, на Доха аэропорта.
жерім бір лабиринт болып кетті бұл жақта. Адамдар бір-бірімен бітіспасын деп. Ау. Айтпа деймін. Бітпейтін лабиринт бұл. Короче, ждем багаж. Коляска келмей жатыр. Коляска шығу керек. Короче, мы паспортный контроль прошли, и когда проходили, нас доброжелательно встретили и пропустили. Потому что у нас была семья, у нас маленькая дочка, дочке 4 годика, но нас все равно пропустили, можно сказать, вне очереди, так как у меня супруга была в положении. Это был плюсом. Так, после того, как мы паспортный контроль прошли, нас встречают именно туроператоры. Все собирают, там все сидят и ждем. Я нашел зарядку. Вот и стою, заряжаюсь.